Сәлеметсіздер ме балалар? 4-ші сынып әдебиеттік оқу 87-ші сабақ. Сабақ тақырыбы ғарышкердің ас мәзірі. Ғарыштағы түскі ас. Ғарыш пен жердің тіршілігін бүгін сендер сабақта салыстырасыңдар және шығармашылық жұмыс жасайсыңдар. Ал балалар кәнеки өзіміздің, яғни ойымызды ширатып алайық. Ұшты-ұшты ойынын ойнайық. Ұшты-ұшты ұшақ ұшты, ұшты-ұшты бұршақ ұшты. Ұшты-ұшты құс ұшты, ұшты-ұшты тұз ұшты. Ұшты-ұшты құлын ұшты, ұшты-ұшты мұрын ұшты. Өте тамаша балалар. Сабағымыз осы ұшты-ұшты ойынына байланысты. Бүгін біз ғарышкерлердің түскі асы. Ал енді балалар, мына жердегі суретке қарайықшы. Не көріп тұрсыңдар? Яғни тамақтың түрлері, түскі ас болуы мүмкін. Бұл яғни кәдімгі біздің күнде жердегі тіршілігіміз. Ал енді балалар, ғарышта қандай тамақ жейді? Қалай ойлайсыңдар? Ғарышта да, яғни ғарыш кемесінде де осындай тамақтар тұрады ма? Әрине жоқ, естігеніміз бойынша балалар, міне ғарышкерлердің тамақтары дайын сықпа құтыларда болады екен. Қараңдаршы, барлығы да, яғни сықпа құтыға салынып қойған, жақсылап бекітіліп қойған. Міне ғарышкерлердің тамағы осындай болады екен. Енді бүгін осы ғарыштағы түскі ас туралы өте қызықты мәлімет оқиды екенбіз. Ал енді суретте кімдерді көріпсіңдер балалар? Біздің, яғни ғарышкерлеріміз, Юрий Гагарин, ең алғашқы ғарышкер. Одан кейін кім? Тоқтар Әубәкіров, Айдын Айымбетов, Талғат Мұсабаев. Бұлардың бәрі біздің Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі, яғни өзіміздің ғарышкерлеріміз екен балалар. Енді осы Айдын Айымбетовтан осы ғарыш кемесіндегі бір қызықты әңгімесін сендерге оқып берейін. Ғарыш кемесі бірінші ғарыштық жылдамдыққа шыққан кезде салмақсыздық басталады дейді. Яғни адам салмақсызданады екен. Осы сәтте ғажайып көрініске куә боласыздар. Яғни кеме стерилді тазартылған болса да, шаң тозаңның майда түйіршіктері, ұсақ-түйек заттар әуеде қалқып кетеді. Осындай сәттерде және ғарыштағы басқа да көріністерден кейін ерекше сезімге бөленесің дейді. Яғни біздің ғарышкерлеріміз. Сонда көрдіңдер ме балалар? Яғни адам салмақсызданады, салмағы жоқ болып, жеп-жеңіл болып кеменің ішінде ұшып жүреді екен. Міне сендер бұрыннан да естігенсіңдер, Жақсы. Енді балалар, бүгін біз осы Алексей Архипович Ильонов пен Павел Иванович Беляевтың, яғни ғарыштағы түскі асынан естелік оқимыз. Ал балалар, түсініп оқып шығамыз. Ғарыштағы түскі ас. Тағы да білгенге мағжан балалар. Ғарыште ғарышкерлер түрлі ас мағзын пайдалана алады. Олардың тағамдары арнайы сықпада болады. Бұл сықпалардың ішінде жеміс кеселдері, сүтті кофе болады. Борщ, саңырауқұлақ сорпасы, түрлі ботқа, тауық еті болады екен. Ғарышкерлерге сықпадағы тағамдарды алып жүру, қолдану өте ыңғайлы. Сықпадағы тағамның дәмі өзгермейді, оның тек салмағы азаяды екен. Алғашында ғарышкерлер үшін кептірілген тағамдар дайындалған, алайда олар үнемі үгітіліп кететін. Сондықтан да ғалымдар осы сықпаларды ойластырып тапқан екен балалар. Міне суретте көріп тұрғандарындай сықпа құтыдағы тағамдар. Міне ғажайып. Енді қазір сендер балалар осы мәтінді оқып, қандай жаңалықтар білдіңдер? Өте қызықты мәліметтер білдік, Яғни асымыз ғарыш кеменің ішінде ұшып жүр дейді. Ол қай жерде жазылған?
яғни түс мезгілі еді. Павел Иванович сөмкесінен азық-түлік салынған қорапты байқамай ашып қалды дейді. Сол сәтте қораптан біздің сықпа құтыдағы борщымыз, консервіміз, нанымыз ытқып шықты дейді. Түскі асымыз ғарыш кеменің ішінде ұшып жүр дейді. Мұның барлығын қуалап ұстап резеңкелі бекіткіштерге салғанша біраз уақытымыз кетіп қалды дейді балалар. Тағы да қандай ғажайып әңгіме естідік. Шанышқы мен пышақтар жоғалып кетті дейді. Міне, ал шанышқы мен пышақтарымыз жерге қайтып келгенше таппадық. Біз олар зым-зия жоғалдық. Яғни ондай біз шанышқы, пышақ дегендерді кеменің ішінде қолданбайды екен. Олар қауіпті болуы мүмкін, балалар. Олар да ұшып жүреді өйткені. Ал төгілген қарақат шырыны тамшысы шие шырына айналып жүзіп кетті дейді. Өте қызықты ақпарат екен, яғни сықпа құтыдағы қарақат шырын ішіп отырып, бірнеше тамшысын төгіп алған едім. Сонда шырын домалақ қызғылт шие шарына айналып, ғарыш кеменің ішімен жүзіп кетті. Мен оны асап жібермек болып қуалап көріп едім, мұрныма жабысып қалды. Танауым шиедей қызыл түске боялды дейді. Тағы да қандай қызықты ақпарат таптық балалар кәнекей. Түн 45 минут қана болды дейді. Қандашы? Яғни енді күн тәртібімен өмір сүрдік дейді ғарышта. Сөйтіп ұйқыға жаттым дейді. Кабинаның жарығын өшірдім. Тек кезекші шам мен сырттағы дабыл шамдарының терезелерінен жарық түсіп тұрды. Біркелкі ырғақпен желдеткіштің дыбысы естіледі. Бірнеше минуттан кейін көзіме түскен күннің ащы сәулесінен оянып кеттім. Қалай тең таң атты, тез таң атты. Ұйқым кеп тұр деп ойладым мен. Содан кейін ғарыштағы түн 45 минут болатыны есіме түсті дейді. Яғни күн тез шығып қалады екен, Және де ұйықтап жатқан командирімнің қолдары салмақсыздықтан әуеде тербеліп тұрды дейді. Міне бағана айттық қой, ғарышкерлердің естелігінен оқыдық, адамда салмақсыздық пайда болады екен. Яғни мен командиріме қарадым, ұйықтап жатыр, қолдары салмақсыздықтың әсерінен әуеде тербеліп тұрды дейді. Павел Ивановичтің қолдарын белбеушемен ақырын ғана байлап қойдым дейді. Тағы да қандай ақпарат? Өз қолдарымды белбеушпен бекітіп ұйықтап қалдым дейді. Міне, сөйтіп содан кейін ол да өзінің қолдарын белбеушпен бекітіп қойыпты. Әйтпесем қолдары не істеп тұрады екен? Тербеліп тұрады екен. Өте ғажайып мәліметтер білдік, балалар, бүгінгі сабақта біз ғарышкерлердің тамағы арқылы. Ал енді мәтін мазмұны бойынша балалар, ғарыштағы өмір мен жердегі тіршілікті салыстырайықшы. Салмақ. Ғарышта қандай болады екен? Салмақсыздық болады. Ал жерде дененің салмағы болады, ал ғарыштағы уақыт бір түн ғарышта 45 минутқа тең екен. Осы мәтін бойынша, ал жердегі түніміз біздің 12 сағатқа тең. Тағам. Ғарыштағы тағам қандай болады? Сықпа құтыдағы борщ, консервілер, нан болады екен. Ал жердегі тағам, жердегі күнделікті пайдаланып жүрген тағамдар болады екен. Тамаша балалар, салыстырдық. Енді ғарышта тамақтану ережесін құрастырайық. Осы мәтінге байланысты. Бірінші, тамақты аузыңды жауып шайнау керек екен. Екінші, тамақты төгіп алмау керек екен. Олар да шарға айналып ұшып кетеді екен. Үшінші, тамақтан соң кеме ішін шаң соққышпен тазалап отыру керек екен. Әйтпесем, барлығы ұшып кетеді екен, тамақ қалдықтарын бәрі. Төртінші, салмақсыздық жағдайында тағамның қиқымы тыныс мүшесіне түсіп кетсе, өмірге өте қауіпті. Міне ұшып жүрген уақытта жаңағы қиқымдар да ұшып кетіп, тыныс мүшемізге түссе, бізге қауіптенеді екен. Тамаша балалар, ережені құрастырдық. Ал енді пиктограмма бойынша кері байланыс берейік. Егер сен сабақты жақсы түсінсең, онда күнді жапсырамыз. Жартылай түсінсең, жұлдыздың жапсырмасын жапсырамыз. Ал түсінбеген оқушы айды жапсырады. Бәрінде сабақты жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын балалар. Енді және сол жапсырмаға ғарышкердің тамағы туралы өзіңді қызықтырған сұрақтар болса, сол сұрақты жаза қойыңдар балалар. Келесі сабақта сол сұрақтармен жұмыс жасаймыз. Сау болыңдар балалар. Сабақ аяқталды.